Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз еріндер жарылып кесіліп кеткен кезде жасауға болатын масканы жасаймыз. Осыны жасасаңыздар, еріндеріңіз ылғалданып, біраз орнына келіп қалады. Ол үшін бізге осындай қияр қажет. Свежий қиярды үккіштен өткізіп аламыз. Негізі күн суықта ерніңізге бальзам жағып жүрмесеңіз, тез жарылып кетеді, және ол тілім болып кетеді. Және матовый помададан ерін тез жарылады. Сондықтан күн суықта матовый помада қолданбаңыз. Лучше бальзам қолданған дұрыс. Қиярды үккіштен өткізіп аламыз. Өзіңізге бір реттік қана жететін қылып өткізіп алсаңыз жарайды. Сосын үстінен қант, яғни шекер қосатын боламыз. Бір жасағанға жетерлік етіп жасасаңыз болады. Өйткені бұны холодильникке сақтамай, свежий күйінде қойған дұрыс. Міне қантты қосамыз. 2 шай қасықтай қосамыз. Мен шамалы қосамын қазір. Сосын қант ерігенше жақсылап араластырған дұрыс. Жақсылап араластырып аламыз қантымызбен үккіштен өткізілген қиярымызды. Және ватный дискті бетіне қойып, мен қалғанын қазір су шығады, соны ватный дискпен көзімнің астына қоятын болам. Тоже қарайғандарды кетіреді. Ватный дискті алып, осылай үстіне саласыздар, қалыңдау қылып салып, ернімізге 15-20 минутқа қойып жата тұрамыз. Бұл ернімізді әдемі етіп ылғалдандырып, жарылғанын кетіретін болады. Күн ара немесе күнде жасауға болады. 5-6 күнде жасап, кішкене демалыс жасасаңыздар болады.